Сәлем достар. Біз қазір сіздерге тоқыма заттың қаншаға шығатынын, яғни бағасын шығаратын боламыз. Сол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Қазір мен осындай кішкентай балаларға арналған капюшонмен тоқылған осындай комбинезонның бағасын сіздермен бірге қазір шығарамын. Сол үшін видеоны соңына дейін қараңыздар. Біз бағасын шығару үшін біз не істейміз? Менде комбинезон 3 айға дейінгі балаларға арналған кішкентай. Ең бірінші мен енді мына осы жіппен тоқыдым. Alize Cotton Baby басқа түспен тек тоқыдым. Қазір мен осы жіп арқылы есептейтін боламын. Яғни бір маток, сіздерге көрініп тұр ма? Бір маток жіп менде 1100 теңге тұрады. Бірінші бағасына қараймыз, ол міндетті түрде. Менде 1100 теңге тұрады. Ал маған мына комбинезонды тоқу үшін осындай 4 жіп кетті. Яғни менде 4 маток жіп кетті. Ол дегеніміз, бізде мына 1100 теңгені көбейтеміз 4-ге. Мен 4400 теңгеге жіп сатып алдым. Енді біз арқарай не істейміз? Енді метрін қараймыз. Бізде бұл жіпте 100 грамда 270 метр бар. Енді 270 метр, яғни бір маток жіпте 270 метр бар. Енді мен осы 270 метрді көбейтемін 4-ге, яғни менде 4 маток жіп кетті ғой. 4-ге көбейтемін, шығады 1080 метр мен жұмсадым. Осы комбинезонды тоқуға мен 1080 метр жұмсадым. Енді бұны ары қарай қалай есептейміз? Ары қарай бағасын шығару үшін бағасын шығарамыз. Менде 1080 метр кетті, комбинезонға. Осыны көбейтеміз 2-ге. Егер менің тоқыған затым простой, ешқандай узорсыз тоқылған болса, бір сарында ғана тоқылған тоқымалар болса, егер шапка болсын, кез келген комбинезонның да осындай узорсыз тоқылған түрлері болады, соларды біз 2-ге көбейтеміз. Ал егер бізде узормен средний сложности болса, яғни бізде қатты узор қиын емес, сондай жеңілдеу болған тоқыма болса, ол сіздерде мүмкін комбинезон емес, шапка болуы мүмкін, носки болуы мүмкін, жемпір, кардиган, неше түрлі нәрсе болуы мүмкін, кез келген. Соның тоқылу жолына қарайсыздар, яғни мына оңай тоқылғаны сложности болса, яғни бізде қатты узор қиын емес, сондай жеңілдеу болған тоқыма болса, ол сіздерде мүмкін комбинезон емес, шапка болуы мүмкін, носки болуы мүмкін, жемпір, кардиган, неше түрлі нәрсе болуы мүмкін, кез келген. Соның тоқылу жолына қарайсыздар, яғни мына оңай тоқылғаны, мына оңай тоқылса, сіздер 2-ге көбейтесіздер. Егер орташа болса, яғни сіздердің узорларыңыз қатты қиын емес, бірақ қатты жеңіл де емес, сондай орташа болса, сіздер 2 деп қойыппын ғой, 3-ге көбейтесіздер. Ал егер сіздердің тоқыған бұйымдарыңыз осындай есептеп, әр жерін есеппен тоқып, кәдімгідей уақытты алып, мынандай қиындау узормен тоқитын болсаңыздар, онда сіздер оны 4-ге көбейтесіздер. Яғни шыққан метрді, жіптің метріне 4-ті көбейтесіздер. Менің жағдайымда қазір 4-ге көбейтіп тұрмын. Өйткені менде есептеулері, каждый мына жерге жеткенде бір есептейсің, мына жақта бір есептеп аламыз, мына жағына келген тағы есептейміз. Менде кішкене жұмысы көптеу, узорлары да қиындау, сондықтан да мен оны 4-ге көбейттім. Енді біз ары қарай шығарайық, Міне бізде 1080-ге 2-ні көбейткен кезде 2160 теңге. 3-ге көбейткен кезде 3240
40 теңге шығады. 4-ке көбейткен кезде 4320 теңге болады бізде. Енді бағасын шығару үшін біз ары қарай не істейміз? Егер жаңа бізде мына жақта 4400 теңгеге біз сатып алдық. 4400 теңгеге біз сатып алдық. Осы 4400 теңгені қосамыз. Теңгемізді қосамыз. Бұған 2160, егер сіздердің тоқыған заттарыңыз оңай болса, 2160-ты қосасыздар. Одан кейін тағы сіздерде мысалы кез келген нәрсе тоқыған кезде артық сатып алатын нәрселер болады, Мысалы менде енді специя дегендерді мен баяғыдан сатып алғандықтан оларды мен қоспаймын. Тек қана бұл комбинезонға артық мен түйме ғана сатып алдым. Осы түймені ғана шығарамын. Менде 30 теңгеден түймелер алынды, 5 штук 150 теңге. Плюс мұнда 150 теңгені қосамын. Егер сіздер мысалы шапка тоқитын болсаңыздар, сіздер шапкаға помпон сатып алуларыңыз мүмкін, 1500 теңге, 1000 теңгеден жоғары бізде помпондардың бағасы солай тұрады. Сол сияқты мүмкін бір украшение сатып алуларыңыз мүмкін, тағып қоюға, шапкаға болсын, осында кардигандарға тағып қоятын. Солардың бағасында осылай жазасыздар. Міне мен 150 теңге түйме қостым. Сонда менде 6710 теңге шықты. Енді мен ары қарай 4400 теңгеге қосамын. Менде орташа жаңағы сложности орташа болса 3240 теңгені қосамын, 40-ты қосамын. Оған 150 жаңағы біз қосымша сатып алған суманы қосамыз. Мұнда 7790 теңге болады бағасы. Ары қарай, егер қиын узормен тоқитын болсаңыздар, бағаны бұлай шығарамыз. 4400 теңгеге сатып алдым жіпті. Қосу бізде 4320, 4-ке көбейткен кезде бізде шықты, 4320 теңге шықты, плюс 150 теңге мен түйме сатып алдым. Тең бізде болады 8870 теңге. Менің жағдайымда қазір мына комбинезонның бағасы, мынау. Солай өздеріңіздің тоқыған бұйымдарыңызды 2-ге, 3-ге, 4-ге көбейту арқылы және қосымша алған заттарыңызды қосасыз, және жіптің қанша жіп алдыңыз, сол жіпті қосып тоқитын есептейтін боласыздар. Қазір менің осы комбинезонымның бағасы 8870. Бұны 8000 қылып алуға да болады, 9000 қылып алуға да болады. Бағасын өздеріңіз енді қарайсыздар, қаншалықты сізге қиындық туғызды ол. 9000 деп мысалы округлять етіп алуға болады. Не болмаса 8000 деп округлять етіп бағасын шығаруға болады. Ол өз еркілеріңізде. Ал жалпы бағасын сіздер осылай шығарасыздар. Сіздерге видео пайдалы болды деп ұнаймын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Алдағы уақытта да осындай пайдалы дүниелермен сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Сол үшін де каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Колокольчик белгісінде басып кетіңіздер, себебі мен видео салған кезде сіздерге көрініп тұратын болады. Сонымен сау болыңыздар.